өзіндік фото салған, көрдің бе? Көрмеген болса, менің аккаунтымда тұр, барып көрсең болады. Жарайды. Қазір ұйықтар алдында бүгін сенбі, ертең жексенбі. Саған бір кішігірім мотивация ретінде, көмек ретінде, қолдау ретінде бір аста бір қалай айтсам екен, бір қолдау көрсеткім келіп тұр. Маған көмектескен ойлармен бөліскім келеді. Қарашы, менде осындай кітап бар. Мүмкін білетін шығарсың. Луизахи «Управляй своей судьбой» деген кітап. Бұл кітап адамдарға, яғни үлкен жоспарлары бар адамдарға арналған деп тұр. Қазір осы кітаптан бір кішкене үзінді ретінде саған көмектесетін, саған пайдалы болатын және маған да пайдалы болатын үзінділер оқып бергім келіп тұр. Сен жайғасып, еркін отыр, иә. Көп алдында алмаймын, өйткені мен де асығып тұрмын. Мен де бүгін емес, жалпы аптаның ішінде астам шаршадым. Сол себепті сенің де көп уақыт тауып болғың келіп тұрған жоқ. Ең бастысы уақыт тауып мені тыңдауға келгеніңе рахмет айтамын. Мен үшін ол өте маңызды. Олай болса, мұнда жай ғана әр жерінен саған бір өзімді айтқым келіп тұр. Солардың ішінде бұл ең басты нәрсе, ол өз денеңді жақсы көру. Мұнда айтады: «Любите свое тело», дейді. Өзіңнің денеңді жақсы көр. Және Құдайдың саған берген осы бір денесін бағаламай, не болса соны жеп, организміңді құрта беруге болмайды, дейді. Автор айтады: біз шыны керек өзімізде ауруды өзіміз тудырамыз, дейді. Яғни біздің денеміз, біздің өміріміздегі біздің ойымыздың және ішкі түйсігіміздің көрінісі болып табылады, дейді. Яғни біздің әрбір жазушамыз, ағзамыздағы жазушамыз біздің ішкі ойымыз бен түйсігімізді білдіреді, дейді. Яғни ол денемізді жақсы көру деген сөз, оны бар болмысымен қабылдау, үнемі көңілі толмай, қалай болса солай қарасақ, әрине ол нәтижесі жақсы болмайды. Егер біз пайдалы тамақтанатын болсақ, асқорыту жүйемізді дұрыстайтын болсақ, онда бізде де денемізде де баланс пайда болады. Энергия және күш әрине жақсы болады, пайда болады. Енді мына жерден бір жазылған ақпараттарды мен саған қарапайым тілде түсіндіріп беріп жатырмын. Өзің ішіне керекті
жинаймын немесе салмақ тастаймын деген сияқты әртүрлі нәрсені сылтауратады. Өзіңізге өзіңіз көңіліңіз толмай жүрсе, онда қалай өмірдің өтіп кеткенін байқамай қалады екенбіз. Сол себепті дәл қазір өзің қалай барсың, дәл солай өз-өзіңді жақсы көруге тырысшы. Бұл менің саған айтар ақылым, және бұл әрине бірінші кезекте өзіне айтар ақылым. Мен білесің, менің мына бір бетімдегі дақты үнемі мен айнаға қараған кезде көңілім толмай тұрады, бірақ мен де пендемін ғой, кейде бір көңілім толмай пендешілікке салынып кетемін, кейде жақсы көңіл-күйде болып бүкіл негативті ойлардың бәрін итеріп жақсы нәрсе ойлаймын, шүкіршілік етемін, шүкіршілігім артады дегендей. Сенде де сондай болған қалаймын. Және әрине барлық адамның психологтың айтатын нәрсесі ол не? Ол аффирмация айту, иә, білесің. Енді өзіңнің денеңді жақсы көруге байланысты бір-екі аффирмация алып кетейін. Мен денемнің әрбір бөлшегін жақсы көремін. Мен барлығына махаббатпен қараймын. Мен әрбір ішіп жатқан тамағыма шүкіршілік етемін. Менің барлық органдарым жақсы жұмыс істейді. Міне тағы басқа аффирмациялар бар. Және сондай-ақ егер денсаулығыңызға күтім жасамаған болсаңыз, я жаман әдеттер болған болса, онда өзіңізге өзіңіз іштей айтсаңыз болады. Мен осы уақытқа дейін өз-өзіме дұрыс қарамағаным үшін, өзімнің денемнің әрбір мүшесін бағаламаған үшін Алла маған осындай 12 мүшемді сау етіп жаратқан болса, соған шүкіршілік етпегенім үшін, қалай болса солай қарағаным үшін кешірім сұраймын, кешірім өтінемін, және мен де шүкіршілігімді арттырып, көп су ішіп, ағзамды таза ұстауға тырысамын деп осындай бір жақсы қарым-қатынас бастасаңыз болады. Бұл әрине маған да қатысты. Сол себепті мұнда ақпарат көп. Енді келесі бір маңызды нәрсе, бұл енді барлығына қатысты деп ойлаймын. Бұл жұмыс туралы. Жұмыс. Бізде өкінішке орай қазір қоғамда мынандай бір түсінік бар. Байқасаңыздар, барлығы бір құлдық санада өмір сүріп жатқан сияқты сезінеді өзін. Яғни біреудің қол астында жұмыс істеуді ол бір құл болу деген сияқты түсінеді. Бірақ ондай ой дұрыс емес, достар. Қараңызшы, осы бір негативный ойды позитивке айналдырсақ, сіздің бір сәтте-ақ ойыңыз өзгереді, және сіздің бүкіл жұмысыңызға деген қарым-қатынасыңыз өзгереді. Айтайын ба? Ол мынау. Қараңызшы, егер сіз
шынымен де олай солай көріне береді сізге. Ал егер былай жақсы жағынан қарап көрейікші, мысалы сіз жұмыста өзіңіздің қызметіңізді атқару арқылы сіз осы бір істеп жатқан мекемеге үлкен үлесіңізді қосып жатырсыз. Яғни бастығыңыз бен сіздің араңызда бір көзге көрінбес бір байланыс тұр. Ол байланыс, яғни сіз оған емес, бастығыңыз сізге тәуелді. Қараңыз, егер сіз ол жұмысты істемейтін болсаңыз, онда әрине сөзді кім естиді? Бастық естиді, дұрыс па? Демек, бұл жерде сіз бастыққа емес, бастығыңыз сізге тәуелді. Логикалық түрде ойлайтын болсақ, ол солай. Сол үшін де мен құл болып жүрмін. Мен бір бағаланбас жұмыс істеп жүрмін деген сияқты ондай ойлардан аулақ болыңыз. Жай ғана бұл бір партнерлық, әріптестік байланыс ретінде қабылдаңыз. Яғни бастығыңыз сізге ақша төлеп отыр. Сіз қызметіңізді сатып отырсыз, болды. Яғни өмірде барлығын былай қарайтын болсақ, барлық жерде сауда бар, сауда-саттық бар. Сіз қызметіңізді сатып отырсыз, бастығыңыз сіздің қызметіңізді сатып алып отыр. Міне бар болғаны осы. Және келесі бір нәрсе айта кетейін, бұл өзімнің ойым. Маған айтпақшы комментарийға жаза кетіңіздер, кім қандай жұмыс істейді, айлығыңыз сізге ұнай ма, жалпы қандай жоспарларыңыз бар, жұмысқа қатысты, жұмыс ауыстыру деген сияқты өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңізші. Енді мен былай ойлаймын, 100 мың айлық алатын адамда өзінің жұмысын ұнатпайды және жұмысын ауыстырғысы келеді. Сондай-ақ 1 миллион алатын адамда жұмысына көңілі толмайды және жұмысын ауыстырғысы келеді. Осы екеуінде ортақ нәрсе бар, бірақ екеуінде екі бөлек нәрсе, ол айлық. Біреу 100 мыңға көңілі толмайды, біреу 1 миллионға көңілі толмайды. Ол айлығына емес, ол жұмысына көңілі толмайды. Яғни жұмысы оның еңбегін дұрыс бағалап жатқан жоқ. Тым шектен тыс тапсырма көп, стресс көп, нагрузка көп деп ойлауы мүмкін. Бірақ егер жұмыстан қиналып кеткенде осы бір ойды ойлаңызшы. Яғни сіздің жұмысыңызға, сіздің орныңызда қаншама адам болғысы келеді. Сіз мұғалім болсаңыз, шаршап жұмыстан шыққыңыз келсе, сіздің орныңызда сол 100 мың болсын, 200 мың болсын, айлыққа шүкіршілік етіп алып істегісі келіп жүрген қаншама адам бар. Өкінішке орай біз енді пендешілікке салынып солай қолдағы бар нәрсені бағаламай тұрамыз. Мысалы мен өзім қазір бұрын тұрған қалада жұмыс істедім ғой. Сол істеген жұмысымды мен былай қарап тұрсам ешқандай бағаламаппын. Сенесіздер ме? Ұнаттым, жұмысымды жақсы көріп істедім, бірақ бағаламаппын. Қолда барда мен қадірін білмеппін. Әрине жұмысы престижный жұмыс болды, бірақ айлық төмен болғандықтан ба мен ол жұмысты бір қатты жақсы көрмеген екенмін. Қазір мен сол жұмысты өткен бұрынғы жұмысымның әрбір бөлшегін еске алсам, мен оны жақсы көріп, қайта сол орнымды қатты сағынамын. Оның ақшасы аз болса да, мен сол кездегі еркіндікті, сол кездегі өзімнің сезімімді, сол кездегі мен адамдармен жұмыс істеген қарым-қатынасым, менің сол жердегі өзімдік орным болды. Мен соны қатты жақсы көріп, қазір сол кезде аңсап отырмын да. Ал шын мәнінде ол кезде оны бағалаған жоқпын ғой. Солай, сол себепті достар, жұмысыңыз
жеңіл жұмыс берсін деп, күнім жеңіл өтсін, табысты өтсін, берекелі өтсін деп шүкір ету керек. Әрине шүкір етіп отыра беруге болмайды. Заман ағымына қарай даму керек. Істеп жатқан жұмысты қалай мен одан да жақсы болсам екен, қызметімді арттырсам екен деп үнемі ізденісте болу керек. Өйткені заманның талабы солай. Егер жұмыстан шыққыңыз келсе, жай ғана отырып шығып кетпеңіз. Жұмыстан шықпай тұрып, басқа ойға алған ісіңізді бастаңыз. Мына ескі жұмыстан шықпай тұрып бастаңыз. Өйткені мүмкін бұл бастаған ісіңіз сізге ұнамай қалатын шығар, сіз ойлағандай болмай қалатын шығар, мүмкін. Ондай кезде ескі жұмыста жоқ, мына жаңа істе жоқ, бұл ортада қалып, депрессия болып кетуіңіз де мүмкін. Өкінішке орай көп адамдарда сондай бар. Сол үшін барлығын ойлап, барлығын ойлап шешім қабылдау керек. Енді мұнда да кішігірім аффирмация айта кетейін. Мен жұмысымды жақсы көремін. Менің жұмысымдағы мені қоршаған барлық нәрсені жақсы көремін. Менің жұмысым маған өте ыңғайлы, әдемі көңіл күй сыйлайды. Мен егер қаласам, қажет кезде маған мен қалаған жұмыс таба алады. Мен жұмысымды шынайы